Саламатсыздар ма, тағы да біздің БК оқытушылары бүгінгі мастер-классқа қош келдіңіздер. Мастер-класста мен сіздерге Canva бойынша қалай фон жасау керек екенін көрсететін боламын. Canva бұл мықты дизайн, бомба суреттер деп айтсақ болады, енді рекламный роликтер, брендовый логотип, әсіресе қазіргі таңдағы онлайн платформамызды сәндеуге таптырмас құрал болып табылады. Canva'да біз Instagram публикация, YouTube каналына миниатюра, визитка, Instagram история, Facebook фон, баннер, буклет барлығын осы Canva арқылы жасай аламыз. Енді ол үшін біз бірінші canva.com сайтына кіруіміз қажет. Ең бірінші суреттерді фон жасау үшін біз бірінші суретке түсіп алуымыз қажет. Әртүрлі бір позада. Мысалы, мен бүгін арнайы осы мастер-классқа байланысты суреттерге түстім. Сіздер де бірінші мені артқы фонға және жарық жақсы бетке түсетін жерге тұрып, осындай бір суреттерге түсіп алуларыңыз керек. Одан кейін осы суретті біз өзіміз үйде түсірілген суреттер. Мысалы, әркімнің идеясына байланысты, мысалы, мен мына суретте қолымды қойып түскен орындықтарды қойдым да, соған қолымды қойдым, бірақ енді кейін осыны мен Paint 3D программасы арқылы кесіп алып тастаймын. Мысалы, мына жерде мен көрсетіп тұрғандай, бұл жерде жаңа Canva-ның немесе басқаның логотиптерін қойсақ болады. Осылай өздеріңіздің дизайндарыңызға байланысты түсіп аласыздар. Одан кейін мына суретті, мысалы, мен енді артын тазалауым қажет. Ол үшін Paint 3D деген программаны қолданамын. Paint 3D кіріп, өзіміз жүктеп алсақ болады. Paint 3D деп жазсаңыздар болады. Ол жерден сілтемесіне жіберейін сіздерге. WhatsApp-қа. Жүктеп аласыздар. Одан кейін қарапайым орната бересіздер. Осы жерде волшебное выделение деген бар. Осыны бассақ, бізде мынандай өзі белгілерін көрсетеді. Қай жерді алу керек? Мына суретті аламын, мысалы мен. Менің сұлбамды ғана кесіп беру керек. Далее батырмасын басамыз. Неке суретімді алып берді. Көріп тұр ғой сіздерге сұлбамды. Автомат түрде барлығын тазарып берді. Енді бұл жерде керек емес жерлерде кесіп алсақ болады, мысалы ашық қалған жерлерді. Осының барлығын бір тез уақыт ішінде бізге суретті белгілеп берді. Фотошопта да жасап көрсеңіздер болады. Готово деп басамыз. Неке алынды. Даусым естіліп тұр ма? Бүгін интернет кішкене істемей қалып тұр. Иә, естіліп тұр. Үшті ғой мынау? Одан кейін мына карандашты аламыз да, өшіреміз артын. Именно карандашпен өшіру керек, себебі бізге без фона керек сурет. Ал егер де жаңағыдай мына жердегі бояйтынды алып аққа бойып тастайтын болсақ, онда бізде бұл JPEG форматына сақталып қалады. Ал бізде бұл арты таза болу керек, себебі дайын фонға, дайын шаблонға қою үшін ыңғайлы болады. Фотошопта да қолданып жазсақ болады, бірақ фотошоп кейбір ноутбуктарды үлкен бағдарлама болғандықтан оны көтермей қалады. Сол үшін қарапайым Paint емес, бұл енді Paint 3D деп аталады. Сол бойынша сол программада жұмыс жасаймыз. Өстіп тез тазартамыз. Одан қайттан мына суретімізді белгілеуіміз керек. Осыны әкеп осы жерге қоя саламыз. Болды, енді сақтаймыз. Сохранить как? Изображение. Одан кейін осы жерден біз PNG форматын және прозрачность береміз. Негізі бұл тез жұмыс істейтін бағдарлама. Қазір менде Zoom бәрі қосылып тұрғаннан кейін кішкене қатып тұр. Оған да қарамайтын, бағана Camtasia'мен жұмыс істегендіктен ба, ноутбук кішкене қызып қалды. Мінеке, көрдіңіздер ғой, без фона болып шықты. PNG форматы және прозрачностьті белгілеген кезде сақтаймыз ары қарай. Рабочий столға атын енді кез келген атын атауын бере саламын.
Қарай, біздің суретіміз дайын, өзімізге қажетті жаңағы логотип, соның барлығын өстіп, кесіп алсақ болады. Кейін canva.com сайтына кіреміз, осы жерде я человек деп капчаны белгілейміз, және бізге суреттер шығады. Мысалы, мынау мотоциклдің суретін таңда деп тұр, осы мотоциклдің суреттерін таңдап шығамыз. Енді бұл робот емес екенімізді дәлелдеудің бір түрі. Готово. Одан кейін бізде өзіміздің рабочий пространствомыз ашылады. Бұл жерге сіздер өздеріңіздің жаңағыдай емейлдарыңызбен, ВКонтакте немесе Google аккаунттарыңызбен кіріп тіркеле аласыздар. Бағана айтып өткенімдей, осы жерде міне публикация, Instagram, презентация барлығын таңдайсыздар. Мен осы күнге дейін жасаған дизайндарымда сақталып тұр, буклетте жасағанмын. Міне сабақ өттік қой, Zoom-нан сабақ өткеннен кейін YouTube-қа салған кезде бізде көбінесе YouTube өзі таңдайды да, қандай беткі фонға не қою керек екен. Ол жерде мысалы біздің түрлеріміз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Сол себептен мен мысалы группа по 4G-мен сабақ өткен кезде өзім осындай форма, жаңағыдай заставканы жасаған болатынмын. YouTube-қа салған кезде, Instagram-ға салған кезде, осының барлығы. Енді біз YouTube-қа фон жасайтын болсақ, мен презентация ретінде алам. Немесе мынақта өзі YouTube миниатюра деп тұрады, оны да таңдасаңыз болады. Енді маған ыңғайлығы ол презентация ретінде жасау. Соны таңдайсыздар, презентация деп. Осы жерде маған қазір дизайн ашып береді. Неше түрлі дайын шаблондар осында өте көп. Көбісі енді қазір маркетингке, менеджментке арналған образование деп жазсаңыздар да шығады. Образование десек мінекей. Обучаем математике, анау жаңағыдай английский язык, основа фотографии деген рекламалар, дайын шаблондар бізге өзі көрсетіп шығарып береді. Анимация ретінде жазсақ болады. Енді бүгін мен осы жерден бір шаблон таңдап, бүгін енді Zoom-ды запись жасап атқаннан кейін, осы Zoom-ға заставка жасап көрейік. Осы жерден қарайсыздар өздеріңіз, қайсы сіздерге ыңғайлы жақсы. Мысалы, мынаны таңдайтын болсақ, бұның ішінде неше түрлі міне көрсетілген. Дайын презентация шаблондар көрсетілген, өзіңізге қайсы ұнап тұр, қандай ойыңызда, басыңызда қандай дизайн тұр, сол бойынша құрастыра бересіздер. Нөлден бастағанша осы дайын шаблонды қолданған өте ыңғайлы. Мысалы, английский языктардікі. Бұны қарап отырсаң өте көп уақыт кетеді, сол үшін тезірек бір фонды таңдай салайын мен. Мінекей мынаны таңдайын. Мынаны қойсақ болады, мына суреттің орнына қазір өзіміз басқа суреттерді қоямыз. Добавить страницу дейсіздер, тағы да бір шаблондарды көрсеңіз болады. Образование емес, әртүрлі бір басқа шаблондарды. Бұнда енді интернет міндетті түрде керек. Интернет арқылы жұмыс істейтін платформа. Мысалы, мынау. Тағы да добавить етіп, өздеріңіз көресіздер осы жерде. Мынаны көрейік енді ауыстырып. Бұл жерге өзімнің бағана Paint 3D арқылы өзгерткен суретімді енгізуім қажет. Және де осы жерде сіздер бұрын қолданған суреттердің барлығы сақталып тұрады. Қайта-қайта жүктемейсіздер. Бұл да өте ыңғайлы. Керек суреттерді қоя бересіздер. Жаңағы рабочий столда, мінекей, екі суретті де көшіріп алайын. Логотиптердің, жаңағы түстердің барлығын мен Paint 3D арқылы барлығын өзгерттім. Осында қоямыз. Және міне менің суретім бірден осына түседі. Және осыны осы жерге қойып, үлкейтіп, кішірейтіп. Енді бұл жерде мен алдын ала осындай фон жасаймын, бүйтемін деген идея бірден келе қоймайды. Өзіңіз Canva-ға кіріп, ішін ақтарып көрсеңіздер, өздеріңіздің мақсаттарыңызға байланысты құрастыра бересіздер. Бұл жерде сөздердің түсін ауыстыруға болады, осы жерде түсін басып, жирность бересіздер, және де шрифтін өзгертсек болады.
неше түрлі тегін шрифттары барлығы берілген. Ортаға шетке қоясыздар сөздерді. Және логотиптерді қояйық. 80 жыл политеж деген ақ логотиптер тұр. Мынада бесцветный, сол үшін бізге осы фонға бесцветный түрінде қойыла береді. Ал егер де сіздер анимация қосқаныңыз келсе, бұл жерде бесплатный анимациялар бар. Мысалы, блок дейтін болсақ, мына сөздер бізде анимация ретінде көрінеді. Появление деген бар, әрқайсысы жеке-жеке. Сдвиг, бұл көбінесе Инстаграмда қолдансаңыздар, өте керемет. Осыны видео ретінде сақтайсыздар. Бұл жерде гиф ретінде сақтасақ болады, мінекей, мына жерде презентация деп тұр, осының жанында сақтау бар. Егер де анимация ретінде болатын болса, онда желательно видео ретінде сақтағандарыңыз жақсы Инстаграмға салғанға. Гифта ол көбінесе оқымай қалады. Ал өзімізге керектіні біз PNG форматына сақтаймыз. PNG-ні белгілейміз де. Осы жерде екінші шаблон. Осы шаблонды жүктеп аламыз. Бізге Canva, негізінде бұл Canva'да платный шаблондар да бар, бесплатныйлар да бар. Кейбір шаблондарда суреттерінде Canva деген жаңағыдай эмблемасы жауысып тұрады. Оны алу үшін сіздер ақша төлейсіздер. Немесе оны өшіріп, жеке өздеріңіз сурет қойсаңыздар болады. Онда тегін осылай ала бересіздер. Мысалы, бұл жерде готовим дизайн, творчество – это развлечение интеллекта деп тұр, Альберт Эйнштейн. Яғни көбінесе, мысалы, творчестволық жұмысқа өте жақсы. Өзіңіздің модул платформамызға да осы суреттерді мен қойған болатынмын сабаққа. Фото жасап көрсетейін сіздерге. Мінекей. Бұл жерде мен өзімнің сабақтарыма байланысты фондарды осы Canva'да барлығын жасаған болатынмын. Бұл балаларға көрініп тұрады. Даусым естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Көрініп тұр ма сіздерге? Шотта бәрін береді. Керек қой бәрі. Осылай сақтап алдым да, одан кейін мінекей, менде қазір загрузкида бұл тура фонға байланысты менде сурет шыға келді. Мен видео ретінде сақтадым. Қазір енді PNG форматына сақтап көрейін тағы да. Сурет ретінде. Ол үшін мына жерде біз дейміз. Все страницадан 2 таңдаймыз, одан кейін скачать. 2-3 шаблонды бірге де сақтап алсаңыздар болады. Менің мына қазір суретім анимация ретінде сақталды, бірақ видео ретінде қойдым. Не көрдіңіздер ғой, ұшып келіп бәрі жан-жақтан. Осы Инстаграмға да алдында қойған болатынмын бір суретімді. Сол кезде Ағзамбек ағай, сен бұны Adobe Illustrator арқылы жасадың ба, қалай жасадың деп сұрап атқан. Мен оны осы қарапайым Canva'да ешқандай приложение өзім компьютеріме скачать етіп отырмай, жүктемей, онлайн жасай бердім. Өте ыңғайлы осылай онлайн жасаған. Мінекей сурет ретінде де сақталды. Бүгінгі міне мастер-класс Canva'мен жұмыс 13 қараша 2020 не туралы өтетін. Енді бұл көбінесе дизайндарыңызға байланысты кішкене басына насмотрыңыз керек. Мен де әлі қазір енді сол бойынша жұмыс жасап жатырмын, қарап, қолымды үйретіп, өзім модул платформасына, YouTube каналыма барлығына фондарды осы Canva арқылы жасап жатырмын. Сұрақтарыңыз бар ма? Гүлдана, керемет. Ана видеоңды көріп отырып енді жасай береміз ғой, без проблем, не? Иә. Видеода негізінде енді асықпай, кішкене ойымды жүйелеп, ол жерде көрсеткен болатынмын. Бүгін енді живой лайф болғаннан кейін кішкене сасақтап қалдым. Жоқ, керемет. Сәлеметсіздер ме? Гүлдана, көп рахмет. Видеосын тағы БК-ға жібересің ба? Мен алдында жібергеніңді байқамай қалыппын. Қазір мен өзім YouTube каналыма да және де Инстаграмға да жазылған, салып қойған болатын. Енді келесі жолы мүмкін квизис бойынша тағы да видео түсіретін шығармын. Сол үшін менің бір реклама жасап кетейін, Инстаграммен менің YouTube каналыма жазылып кетіңіздер. Молодец, Гүлнара. Жазыламыз.